Сәлеметсіздер ме студенттер? Қоршаған ортаға антропогендік әсер етуге қатысты экологиялық процестердің заңнамасын талдау модулі бойынша әуе кеңістігінің ауасын қорғау оқу практикасының бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз атмосфералық озон қабатының маңызы. Сабағымыздың мақсаты озон қабатының маңыздылығы, оның түзілуі, озон тесіктерінің пайда болу себептерін жан-жақты қарастыру. Ең алдымен ғаламдық проблемалар дегеніміз не? Ғаламдық проблемалар дегеніміз барлық адамзатқа қатысты шешуді қажет ететін мәселелер. Ол барлық елдер арасындағы өзара байланыс, табиғат пен адамзат арасындағы байланыс, табиғатты үнемді пайдалану жолдары. Ғаламдық сұрақтар ғаламдық шешімді қабылдауды халықаралық бірлестік арқылы шешуді талап етеді. Ғаламдық проблемалардың түрлеріне қарусыздану және дүниежүзілік бейбітшілік, табиғи ортаның ластануына байланысты экологиялық проблемалар, дамушы елдердегі халық санының өсуіне байланысты демографиялық проблемалар, артта қалған елдердегі азық-түлік жетіспеуден туындайтын проблемалар, энергетикалық және шикізат проблемалары, артта қалушылықты болдырмау және артта қалған елдерге көмек көрсету проблемасы және дүниежүзілік проблемасы болып бөлінеді. Табиғи ортаның ластануына байланысты экологиялық проблемалардың қазіргі таңдағы ғаламдық проблемаға айналған бір түрі ол озон қабаты. Озон көне грек тілінен аударғанда иіс шығарамын деген мағынаны білдіреді. Химиялық формуласы O3 болып келеді. Оттегінің аллотропиялық түр өзгерісі болады. Түсі қою көк, өткір иісті. Ал сұйық озон күлгін түсті болып келеді. Озонды 1785 жылы Голландия физигі Ван Марум ашқан болатын. Озон тұрақсыз, өздігінен жылу бөліп, оттекке айналады. Күшті тотықтырғыш, алтын мен платинадан басқа барлық металдар тотықтырып, кейбір органикалық және бейорганикалық қосылыстарға әсер етіп, озониттер түзеді. Озонды йод, крахмал қағазының түсінің өзгеруіне бойынша келесі формуламен анықтайды. O3+, яғни озонды қосамыз екі еселенген калий йодымен сумен. Нәтижесінде бізде йод түсінің көкке боялғанын көріп тұрмыз. Кәдімгі оттек O2 калий йодымен ешқандай реакцияға түспейді. Табиғатта озон найзағай жарқылдаған кезде және кейбір органикалық заттар тотыққанда түзіледі. Оны озоносфера қабаты деп атайды. Таза озон күшті тотықтырғыш микроорганизмдерді өлтіреді. Сол себепті суды, ауаны дезинфекциялауда күшті тотықтырғыш болғандықтан қағаз ағартуда тағы басқада қолданылады. Озон қабаты біздің өмір сүріп жатқан жер планетамыздағы 15 километрден бастап 100 километрге дейінгі биіктікке жетеді. Алайда 50 километрден ары қарай бөлігінде озонның түрі мөлшері тым аз, шамамен 0,1 ғана пайызға тең. Озон қабатынсыз жердегі тіршілік қазіргі біз көріп отырғандай болмайды. Озон қабатының ұстап қалатын күннің ультракүлгін сәулелері жер бетіне тікелей өтіп кететін болса, оның тереңдігі 10 метрден асатын суларда және тіршілік етуге әсері болады. Озон қабатының қазіргі таңдағы негізгі проблемалары, яғни оның жұқаруы болып табылады. Жұқаруының негізгі себептері ол бірінші ғарыш кемелерін ұшыру салдарынан озон тесігінің пайда болуы, 12-16 шақырым биіктікке ұшатын ұшақтар және озон қабатына қауіп төндіреді, және де атмосферадағы фреондардың таралуы болып табылады. Озон қабатының бұзылуына өмірінің ұзындығы 100 жылдарға созылатын фреондар үлкен әсер етеді. Фреонның шығатын негізгі көздері тығыздалу, бұзылған мұздатқыштар, фреон қолданылатын технологиялар, тұрмыста қолданылатын аэрозолдар және тағы басқалар болып табылады. Енді озон тесігіне тоқталатын болсақ. Озон тесігі ғаламшардан озон қабатындағы озон құрамындағы едәуір төмендеуінен 20-25 километр биіктікте пайда болған кеңістік. Бұл жердің озон қабатының тозуындағы күрделі экологиялық проблемалардың бірі. Антропогендік факторлардың салдарынан атмосфераға суытқыштар, органикалық отынның толық жанбаған өнімі шығарылымдарының көп бөлінуінен ғаламшарының озон қабатында бұзылу процесі басталған. Алдыларыңызда суретте қарасаңыздар, 1996 жылдан 2016 жылға дейін озон қабатының тесігінің пайда болуын көре аласыздар.
яғни 96 жыл мен 2012 жылды салыстырғанда едәуір әжептәуір айырмашылықты байқаймыз. Яғни жылдар өткен сайын озон тесігінің ұлғаюы осылай байқауға болады. Енді сіздерге сұрақ. Сен білесің бе? Гарвард университеті ғалымдары озонды жоятын молекуланы тапты. Ғалымдар бұл молекуланы димер аднокисихлора деп атаған. Бұлай атауының себебі хлор қоспасының екі молекуласынан құралғанында. Димер өте салқын стратосферада орналасады. Күн сәулесін жұта отырып, екі хлор атомына және бір оттек атомына ыдырайды. Хлордың тәуелсіз атомдары озон молекулаларымен байланысу нәтижесінде озон одан сайын азаяды. Бұл аргументтердің қысымы нәтижесінде көптеген мемлекеттер хлорфтор көмірсутектердің өндірісін қысқартуға шаралар қолдануда. Озоносфераның бұзылуы орны толмас жағдайларға, тері ісік ауруларының күрт көбеюіне, көз катарактасына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне, мұхиттағы планктонның жоғалуына, өсімдіктер мен жануар әлемінің мутациясына алып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша озон концентрациясы 1%-ға кемуімен обырмен ауыратын адамдар саны 6%-ға артады екен. Сол сияқты қоршаған ортаның өте ластануына да сол аймақтарда жүрек, тамыр және онкологиялық аурулары әлдеқайда жиі кездесетін көрінеді. Өйткені республикада жыл өткен сайын 30 мыңға жуық адам осы дертпен сырқаттанады екен. Қазіргі таңдағы ғаламдық экологиялық проблемалардың ішіндегі озон қабатының жұқаруы тек қана Қазақстан мемлекетінен емес, сонымен қатар жер шарындағы барлық мемлекеттерге алаң туғызушылық экологиялық апаттардың бірі. Алдын алу шаралары көптеген елдерде қарастырылуда. Соның ішінде дүниежүзілік ұйымдар, яғни Greenpeace ұйымында көрсетілген біраз бағдарламалар ұсынылған. Соған байланысты сіздерге Платонс платформасында ұсынылған нұсқау картасына сүйене отырып тапсырмаларыңызды орындауды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.